Баршаңызға сәлем достар. Бүгін осында есім жазылған жастық тігіп үйренеміз. Бізге қажетті материал қызыл түсті велюр, ақ түсті және флизелин қағазымыз, сонымен қатар қызып тұрған үтігіміз қажет. Ең алдымен флизелинімізді алып, ақ түсті велюр матамыздың теріс бетіне жабыстырамыз. Оны әрине ыстық үтіктің көмегімен басып шығатын боламыз. Сонымен қатар біздің арнамызға жазылып, лайк басып, түсінбеген жерлеріңіз болса төменге комментарийға қалдырсаңыздар болады. Флизелиніміз жабыстырып болғаннан кейін әріптерді теріс қаратып, сол флизелин жабыстырылған жерге ручкамызбен сызып дайындап аламыз. Дайын болған әріптерді еш жерін қисық кеспей, әдемілеп сызықтың үстінен кесіп шығатын боламыз. Біздің тігіп жатқан жастығымыздың көлемі 70-50 стандартты сопақша жастық. Енді өлшеп аламыз 70-50. Енді осы матамыздың есімдерді қою үшін дәл ортасын тауып алуымыз керек. Бізге 70 сантиметрдің дәл ортасы, бізде 35 сантиметр. Және әріптердің қисық жазылмас үшін осындай астына түзу сызғыш немесе осындай бір құрылғыны пайдалансаңыздар болады. Астынан үстінен барлығын есептеп дәл ортасын тауып аламыз. Яғни центрі бізде 35 сантиметр, ал жоғарыдан төмен қарай бізде 50 сантиметр болатын. Енді осы белгіленіп қойған сызықшаның үстіне әріптерімізді орналастыра бастаймыз. Әріптеріміз қисық, әдемі болмас үшін осындай сызғышты қолданып әріптерді дұрыстап орналастырамыз. Және бұл әріптерді біз әрине пуа клей арқылы астына жабыстыратын боламыз.
әріптеріміздің барлығын жабыстырып болғаннан кейін 15-20 минутқа кептіріп қоямыз. Яғни әріптерге орындар жылжып кетпес үшін. Біздің дайындырып жатқан жастықшаларымыз енді барлық кепкеннен кейін осылай машинкамызға қойып, жылтыр жібімізді алып, оны зигзагпен тігетін боламыз. Барлық әріптердің шетін оюымызды тіккендей етіп тігетін боламыз. Және де достар, егер сіздер басқа жастық түрлерін іздесеңіздер, біздің арнамызда құрақ жастықтар, оюлы жастықтардың барлық түрлері бар. Соған қарап өзіңіздің ұнатып жүрген жастығыңызды тігіп алсаңыз болады. Біз барлық әріптердің барлығын осылай зигзагпен тігіп шықтық. Біздің арнамызға жазылып, лайк басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Түсінбеген жерлеріңіз болса астына комментарийға жазыңыздар. Енді біз жастықшаның шетіне желбезек тігетін боламыз. Ол үшін бізге ақ түсті матамыздың, яғни вилер матамызды 4 сантиметр осындай жолақшалармен кесіп аламыз. Кесіп алған жолақшаларымызды осылай тігіп дайындап аламыз. Яғни бір 2 сантиметр қайырып, 4 сантиметр қалдырып осылай шетіне желбезек тігетін боламыз. Шетіне желбезегімізді дайындап болғаннан кейін астар матаны тігуге көшеміз. Астар матасын беткі матаға қарағанда 10 сантиметр артық аламыз. Өйткені біз оған замок тігеміз, яғни замокты жауып тұратын артық мата қажет болады. Және шет-шетін тігуге 1 сантиметр артық аламыз.
Замоктың бір жағын тігіп болдық, енді екінші жағына көшеміз. Екінші жағын тігіп болғаннан кейін біз екінші кішкене бөлігін алып 4 сантиметрден, яғни 4 сантиметр қайырып, замоктың бетін жабып тұру үшін осылай тігіп қоямыз. Видеоны анықтап көріп, өзіңіз де осылай тігіп көріңіз. Сол кезде біздің замогымыз жастықтың сәнін құртпай әдемі болып тұрады. Дайын болған барлық нелерді, яғни астар матасын, үстіңгі бетін және шетіне жел безегін бірге қосып, 3 матаны біріктіріп тігетін боламыз. Шет-шетін барлығын айналдырып тігеміз. Шетіндегі шығып тұрған замокты біз кейін барлығын тігіп болғаннан кейін қиып тастаймыз.
Осымен біздің жастығымыз дайын болды. 70-50 сантиметрлік, яғни балаларыңызға арналған әдемі жастықша. Өзіңізде тігіп, өз қолыңызбен осындай әдемі бұйымдарды тігіп, табыс көзіне айналдырсаңыздар болады. Бізбен болғандарыңызға рахмет. Арнамызға жазып, лайк басып және қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.